Динара әрқашан бақытты отбасылық өмірді армандаған. Бір кездерде ортақ достар арқылы Дулатпен танысады. Алғашында бұл уақыт қуанышты болып көрінді. Бірақ аз уақытта ол баламен жалғыз, ақшасыз көшеде қалды. Динараға алғашында Дулат қызықты жігіт болып көрінді. Сол кезде ол Динараның санасына салафизмнің идеяларын ешбір талғамсыз құя бастады. Уақытша неке Алла тағалаға апаратын жол екенін баса айтты. Динара, дүние жауыз, күнәһар болып кетті. Алайда біз шындыққа иман арқылы жетеміз. Қорықпа, Алла тағала жетелейді деген Дулаттың сөздері қыз миының әрбір бұрышына терең тамырын жібергендей болды. Динараның ата-аналары қызының қауіпті жолда екенін сезіп, хабарламалар жаза бастады. Олардың айтуынша Динара мен Дулат арасындағы махаббат бір ғажап ертегі сияқты көрінді. Алайда Дулаттың көп сөздері мен істері ата-анада күмән тудырып отырды. Дулаттың сөзіне иланған қыздың басы айналып, өзгенің сөзіне мән бермеді. 2 жылдан кейін ғана Динараның көзі ашыла бастады. Өмірдің мұңға айналып кеткен нұқта. Десе де, Дулат Динараның әр қадамын бақылауын тоқтатпады. Ата-анасымен, достарымен араласуға да мүлде мүмкіндік бермеді. Дүниедегі өзге байланыстар оларды Алла тағаладан алшақтатып жібереді деп сендірді. Бірақ ол өзі үшін және баласы үшін күресуді шешті. Заңгерлер мен психологтардың қолдауына жүгінді. Әрине, әкесі мен анасы қызын жақсы түсініп, кері ағымнан аман қалғанына қуанды. Динараның хикаясы салафизмнің адамдарды қалай арбап сендіретіндігін және олардың болмысынан айырылатындығы туралы әңгіме.